Құрметті қалайық, қаны тулаған әрбір қазақтың жүрегіне ауыр тиетін мына жазбаны оқиық. Кезінде Германияға қарсы соғысқа 2 миллион жұрты бар Қазақстан 1.400.000 солдат шығарыпты. Қызығы, екінші дүниежүзілік соғысында 140 миллион халқы бар ақштың да шығарған солдатының саны 1.400.000 шамасы. Демографиялық ахуалы екі түрлі, бірақ шығарған әскер саны бірдей. Екінші дүниежүзілік соғысына қазақ өзінің 70% еркек кіндіктісін майданға аттандырды. Мұндай мобилизация мөлшері соғыс жүріп жатқан Ресей, Украина, Белоруссияда болған емес. Ол елдерде 40%-дан аспаған. Ал елде 600.000 ғана шал кемпір, қатын бала қалды. Колхоздардың елігіндегі 14.000 машинаны майданға керектеп алып қойды. 150.000 жылқы, 16.000 арбаны да соғысқа қажеттілігі үшін деп жинап алды. Колхоздарда техника қалмады. Бірақ үкімет егістіктерін көлемі трактор бар кездегіден кем болмауы керек деді. Рекорд талап етумен болды. Жұмыста зорығып өлгендер туралы айтылмайды. Ал соғыс кезінде қазақ ауылдарында аштық болып 70.000-ға тарта шиеттей балашаға қырылғанын білесіз бе? Тарихшылар бұл жылдарды детский голодомор дейді. Ал мемлекет қорында 4 миллион тонна нан қоры болған. Күллі соғыс уағында осындай мөлшерде тұрған. Бұл армияны да халықты да асырауға жетіп артылатын мөлшер. Олай болса үкіметке тылдағы халықты аштықпен қаталаудың не қажеті болды екен? Совет армиясы 1943 жылдан кейін бастап шабуылға шығып, қалаларды кері қайтарып ала бастады. Қираған шаһарларды қалпына келтіру жұмыстары тағы да тылдағы халыққа жүктелді. Сталинград, Смолнеск, Киев секілді қалаларды қалпына келтіру үшін 13.000-ға жуық қазақтың қыз келіншегі жіберілген. Оның қаншасы елге оралды, қаншасы опат болды. Нешеуі аурудан көз жұмды. Дерек бар. Тек 2045 жылға дейін ашуға болмайды, құпия аштырмайды. Айтқым келгені соғыс қана емес, тылдағы ахуалды да зерттеуіміз керек деп жазба қалдырған Нұрбек Бекбау. Бұл оқиғаның артынан іле-шала және бір жазбаны оқиық. Сұмдық атты тақырыпта. Маршал Коневтің бұрынғы көмекшісі Степан Каширконың естелігінен. Келесі күні маршал Коневке келдім. Көрініп тұр, бүгін көңіл күйі жақсы емес. Оқы деп бұрқ етті де, кең кабинетіне тынымсыз жүре бастады. Шамасы күйіп тұрған бір мәселе қинайтын секілді. Шікірейіп алып мақтау естуден үмітті кейіпте өр деммен бастадым. Жеңіс, бұл ұлы мереке. Бүкіл халықтық салтанатпен чаттық күні. Бұл жетеді. Маршал зірк етіп бөліп тастады. Шаттанып болдық қой, естудің өзі жиркенішті. Сен мынаны айтшы, одан да. Туғандарының бәрі соғыстан оралды ма? Аман сау қайтты ма бәрі? Жоқ, 9-ымыз кем шықты. Оның 5-еуі хабар ошарсыз кетті деп мінгірледім. Оның неге бастап бара жатқан ұқсан бұйырмасын. Тағы 3-еуі балдаққа сүйеніп келді. Қанша адам жетім қалды? Деді қанағаттанбай. 25 жас бала және 6 қаусаған шал кемпір. Ал солар қалай өмір сүрді? Мемлекет қамтамасыз етті ме? Өмір сүрген жоқ, әйтеуір өлместің күнін кешті деп шынымды айттым. Қазірде оңып тұрған жоқ, хабар ошарсыз кеткендердің отбасына ақша қарастырылмаған. Шешелері мен жесірлері жылай-жылай көз бұлаудан болды. Бәрі аяқ асты, біреуі болса да оралып қалама деп үміттенеді. Әптен титықтап бітті. Онда туған туысын қайғырып жатқанда сен неменеге жетісіп шаттанып жүрсің? 30 миллион қаза болғандар, 40 миллион мүгедек пен тәлкекке ұшыраған солдаттың отбасы қуана ала ма? Олар азаптанады. Мемлекеттен бақыр тиынған алатын мүгедектермен бірге қиналады. Совершенно секретно деген таңбасы бар қағаз цифрдан көрінбейді. Қаншалық ішіне кірген сайын соншалық жүрегім шымырлап кетті. 46 миллион 250 мың адам жараланды. Үйіне оралған 775 мың майдангердің бас сүйегі жарылған. Бір көзі жоқтары 115 мың, соқырлар 54 мың.
бет аузы бұзылғаны 342.501, мойын омыртқасы қисайғаны 565.157, қарны жарылғандар 444.046, омыртқасына зақым келгені 143.241, жамбас жағынан жараланғандар 259.630, жыныс мүшесі жұлынғандар 28.648, бір қолы жоқтар 3.147, екі қолы да жоқтар 1.010.000, бір аяғы жоқтар 3.255.000, екі аяғы жоқтар 1.121.000, қол аяғының бір бөлігі жұлынғандар 418.905, самаурын аталып кеткен қол аяқсыз тұлғалғандар 85.942. Соғыстан кейін мүгедек жауынгерлерге Сталин басқарған үкімет көк түйінді құны жоқ жәрдемақы тағайындап, ең бір бейшара кейіпте күн кешуге мәжбүрледі. Сонымен тоқтамай, мемлекет мүлкін үнемдеу мақсатында мүгедектерді жүйелі түрде өтектерде қайта куәландыру арқылы қорлыққа салды. Бұл сорлының жұлынған аяғы немесе қолы қайта өсіп кетпеді ме, тексерейік дегендей. Онсыз да қайыршылық күйде жүрген жәбірленген отан қорғаушысының жәрдемақысын қысқарту үшін ғана мүгедектігінің басқа сатысына ауыстыруға ұмтылды. Кедейлік пен кембағал тіршілік қабаттасып, мүлде құрып біткен денсаулық тығырыққа тіреп, ішімдікке салыну, азапқа түскен әйелдерінің жазғыра бастағаны, отбасы ошақ қасындағы айқай-шу адам төзгісіз жағдайға алып келгені жайлы айтты. Бұл жағдай ақырында физикалық жағынан кемдікке түскен жауынгерлерді үйден көшеге алып шықты. Олар алаңдарда, вокзалдар мен базарларда көбінесе қайыршылықпен күнелтті, бетімен кетті. Әптен құрып біткен қаһармандар бірте-бірте құрдымға кетіп жатты. Бірақ ол үшін кінәлі олар емес болатын. 1949 жылдың жазында Мәскеу аса құрметті көсемнің мерейтойын тойлауға дайындала бастады. Астана шетелдерден қонақтар күтіп отыр. Жуынды тазарды. Ал мынау жауынгерлер балдаққа сүйенген арбаға мінген, жер бауырлаған, қаптаған әлгі тасбақалардың басынғаны сонша дәл Кремльдің алдында наразылық білдірді. Бұл халықтар көсемін сұмдық ашуландырды. Содан ол Мәскеуді қоқыстан тазартыңдар деп айқай салды. Өзі әрең шыдап жүрген биліктің күткені де сол еді. Әптен тойдырып біткен Астананың көркін кетіріп тұрған мүгедектерді жаппай ұстау басталды. Құқық қорғау органдары, айдауыл жасағы, партиялық және партиялық емес белсенділер қаңғыбас иттерді аулағандай санаулы күннің ішінде көшеден, базардан, вокзалдан, тіпті мазарлардан ұстап алды да құрметті һәм сүйікті Сталиннің мерейтойы алдында Мәскеуден тарих күресінге итере салған жарымжан жауынгерлер қорғап қалған мерекелі Мәскеудің өзінен шығарып тастады. Аударған Алмас Нүсіп. Құрметпен Керек дерек арнасы. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.